Сәлем достар, ең алдымен өзімді таныстыра кетейін. Есімім Жазира, 4 баланың анасымын. Тараз қаласынан боламын. Дәл қазір Пенсильвания штаты, Филадельфия қаласынан осы видеоны түсіріп жатырмыз. Ең алдымен неге именно осы Американы таңдадық, неге именно осы Америкаға келдік деген жайлы айтып бермекшімін. Бұл ой бізге негізінен 2018 жылы туған. 2018 жылы біз Чехияға рабочий виза бойынша тапсырған болатынбыз. Содан посольствоға Алматыға барған кезде бізде рабочая виза емес, деловая виза 14 күнге ашылған екен. 14 күнге Чехияға барып келесіздер ма деп сол кезде сол жақта қабылдап отырған қыз сөйтіп бізге айтқан болатын. Қандай 14 күн, оны дым түсінбей, жоқ, біз 14 күнге емес, 3 айға рабочая виза, біз осылай мынандай компанияда жұмыс жасайын деп жатырмыз деп қағаздарымызды көрсетсек, біздің Тараз қаласындағы визовый центр туристический бір агенттікке хабарласқан болатынбыз. Бізге осылай Чехияға виза алып берсін деген сияқты. Сол кісілер бізді очередке қойған кезде рабочая виза емес, деловая виза етіп бізді оформить еткен екен. Біз оны Алматыға барған кезде бірақ түсінген болатынбыз. Содан біз сол Чехия болмады, біз төлеген ақшамыздың барлығы күйіп кетті. Чехиядағы ортадағы жүрген посредникке төлеген ақшамыздың барлығы күйіп кетті. Содан бұл Америка жайлы, шетелге шығу жайлы ойымызды өзгерткен болатынбыз. Болды, значит, баруға болмайды, бармаймыз деген сияқты. Одан кейін қайттан Америкаға тапсырып көреміз ба деген кезде тоже бір таныс тауып, сол жылдары 2 миллион сұраған болатын. Содан бізде онда 2 миллион теңге ақшамыз болмағаннан кейін ең бірінші Кореяны көрейік деп шешкенбіз. Кореяда тоже үстіп Кореяға тапсырып, ең алдымен кетаны толтыру керек екен, кета анкетасын. Солай кета анкетасын өзіміз таныс тауып толтырамыз, бірақ екеуісінде де отказ алып, үшіншісін толтыратын кезде OLX-тан бір қызды табамыз Кореяға, бізге үстіп толтырып беретін кета анкетасын. Сол қызды табамыз, ақшасын төлейміз, 200 мың теңге деп айтады бізге, 200 мың теңге ақшасын төлейміз. Содан кета тапсырдым, отказ шықты дейді. Содан кейін барып, уже екінші рет тапсыратын кезде ол қыз жоқ, біз оған хабарласамыз, жауап бермейді, WhatsApp-на жазамыз, жауап бермейді. Қандай не бар, барлық жағына шығып жазамыз, бірақ ешқандай жауапсыз. Содан кейін ол қыздың бізді алдап кеткенін түсініп, уже ары қарай уже біз звондасақ та алмайды, бізді блокқа тастаған, ешқандай жауапсыз сол күйі кеткен етін. Содан не істейміз? Содан Америка мен Англияны екеуінде қатар көріп жүремін. Америкадан тоже үстіп бір визовый агентствоны көріп жүремін, статустарын бақылап, қарап жүріп, и Англияны да көріп жүремін. Бірақ бізге ол Америкаға туристік визаны алу мүмкін емес деген ой әбден миымызға сіңіріп алғанбыз. Содан туристический виза емес, студенттік визаны тапсырамыз деп шешкенбіз Америкаға. Бірақ ол агентствомен хабарласып сөйлескен кезде студенттік визаға өте көп ақша керек болатыны, және де ол приглашенияны, мысалы, біз қазір ақшасын полный төлеп үстіп тапсырғанның өзінде бізге 3 ай күту керектігін айтқан болатын. Ол оқу орнынан бізге одобрение келу үшін. Содан кейін бізде ондай ақша болған жоқ. Онда Англияға барып, клубника терейік деген оймен Англиядан тоже осылай Инстаграмда, Ютубта отырып табамыз. Содан сол Англияның агентствосымен хабарласып, тоже 30 мың теңгеге біз 3 сайтын, сол Англияға баратын 3 сайтты бізге 30 мың теңгеге сатады. Сөйтіп 3 сайтқа біз анкетамызды толтырып жібереміз. Анкетамызды толтырып жібергеннен кейін уже точно қазір есімде жоқ, бірақ өздерек тағы да бір артында бір жазулары бар. Сондай бір компания Англиядан хабарласады, сіздерді осылай неге собеседованияға жазайын деп. Сонымен мен айтам, біз жолдасым екеумізбіз деп. Сонымен онда сіздерді собеседованияға жазайын, осылай видеозвонокпен звондасам, мынандай күні, мынандай сағатта деп. Аха, жарайды деп, сонымен келісеміз.
Сонымен олар сол күні сол сағатта звондайды, біз жолдасым екеуміз дайын отырамыз. Жолдасым жұмыстан ертерек сұранып келіп киініп дайын отырдық. Осылай бізге видеозвонокпен звондап, біздің түрімізді неміздің барлығын көріп, біз жіберген паспортпен түріміз сәйкес келе ма, тура осы адам ба деген сияқты оны көріп, одан жолдасыма тұрып приседания жаса, отжимания жаса, қолыңды мұрныңа тигіз, қолыңды тіке ұста деген сияқты сондай жаттығуларды жасатты. Содан маған да жасатты. Тұрып бірінші полный рост өзіңнің дене бітіміңді көрсетесің. Содан кейін барып өзіңнің қандай физический формада екеніңді оны да көрсетесің. Сөйтіп барлығын көрсетіп, барлығы болғаннан кейін болды. Біз сіздерді жұмысқа аламыз. Енді жұмысқа алатын қандай документ керектігін сіздерге айтамыз, соны бізге жіберсеңіздер болды деп бізге сөйтіп хабарласады. Сонымен мен оған керек документтердің барлығын қайттан сканерлеп, сөйтіп соның сайтына жіберемін. Солай біз сентябрьде бұны жібергенбіз. Бізге ең бірінші болып февральда бірінші сезон ашылады. Бірінші сезон февральда сіздер онда кетесіздер деп бізге солай айтады. Бірақ оның алдын ала біз сіздерге хабарласамыз деген сияқты. Солай декабрь өтеді. Январдың 1 күні мен енді уже жақындап қалды ғой, бұл агентство сентябрьде тапсырған документтер әлі хабарласпады бізге. Англиядан неге хабарласпай жатыр, мүмкін әлі уақыт болмаған шығар деп, мен январдың 1-нен хабарласам. Январдың 1-не хабарласып, звондап, WhatsApp-на жазсам, мені мүлдем танымай тұр. Мен документтерімді, біздің переписканың барлығын скриншот жасап жіберсем, сіздердің документтеріңіз мүлдем бізде жоқ дейді. Сонымен өзім де түсінбедім. Сонымен қайттан бір аптадан кейін аха жарайды деді да қойды. Вроде бізді тауып, түсініп, бізді таныған сияқты адам болып. Содан кейін барып бір аптадан кейін қайттан хабарласам, осылай біз жібергенбіз, бізді февральда деп бірінші деп айтып едіңіз ғой десем, жоқ. Содан кейін барып мен WhatsApp-қа жазып жатырмын солай. Содан кейін барып ол қыздың өзі маған хабарласып звондады. Англиядан хабарласып тұрған қыз ғой. Сіз не сұрап тұрсыз менен? Сіз кімсіз вообще? Қандай документ, нені сұрап тұрсыз деген сияқты менен солай сұрайды. Сонымен мен айтам, біз осылай документ тапсырғанбыз, өйстіп видеозвонокпен біз осылай өткенбіз деген сияқты барлығын айтып берем. Бірақ ол қыз бізді мүлдем біздің документтердің барлығын жоғалтқан, мүлдем біздің документтерді таппай тұр. Сонымен ертең маған бүкіл документтерді сканерлеп, барлығын анау соннан несудимый деген қағаз, психически больной емес деген қағаз, соның барлығын алып, соның барлығын сканерлеп маған жіберіңіз дейді. Мен оған екінші рет қайтадан документтердің барлығын жіберемін. Содан кейін мен жолдасым ол компанияның осындай салғырттығын байқап, содан кейін қойш болды, Англия болмайтын болды. Давай сен Американы көріп жүрсің ғой, бір қызды мен бақылап көріп жүргенмін статустарынан. Содан WhatsApp-тағы статустарынан солай соған хабарласып жазып көрші, қалай болады екен, студенческий визаға бізге точно қанша ақша керек, болмаса кредит алып, сол агентствоға хабарласып, сомен жасатайық деп. Сонымен мен ол агентствоға звондап хабарласамын. Біз осылай студенттік визамен тапсырсақ, мен студенттік виза болып тапсырамын, студент болып, жолдасы менің қасымда сопровождающий болса деген сияқты сондай нәрсені айтамын. Содан кейін ол қыз бізге, неге сіздер студенттік визаға тапсырасыздар, давайте туристический визаны көрейік, тапсырып көріңіздер. И содан кейін ол туристический виза біріншіден ақшасы арзандау, және де екіншіден уақытты да үнемдейсіздер деп бізге солай айтты. Ақшасында барлығын жазып айтып берді. Содан жолдасыма айтам, давай осылай деп айтты деп, соны жасаймыз ба, или Англияның очередін күтіп бірінші ақша істеп келіп, содан кейін барып тапсырамыз ба деген сияқты екі ойда болдық. Бірақ анау қыз енді бізге одан кейін қайттан хабарласып, осылай туристический визамен көрейік, если біз ақшаны бергеннен кейін мен сіздерді сразу очередке қоямын деп солай айтты. Солай біз енді сразу ақшаны табан астынан ондай үлкен сумманы таба алмаймыз. Сол кезде екі адамға бізге 500 000 етін туристік визасы. Сонымен
сол ақшаны таба алмай, енді ешқандай амал болмағаннан кейін біз кредитті алып, сразу бір күнде сол қызға аударып жіберіп, ол қыз бізді түнде прям посольствоның несінде сайтына кіріп, бізді очередьке қойып, 27 февральға очередьке қойған болатын. Мен ол қызға бірінші 10 ма или 5 февраль ма хабарласқан болатын. Солай дем арасында уже 27 февраль сіздер посольствоға кіресіздер. Оға дейін 2 күн бұрын ерте Астанаға келсеңіздер, дайындалып, солай неғылып жасаймыз деп. Солай ойламаған жерден барлығы сондай тез болып кетті. Сонымен 25 күні 25-26-сы 2 күн бізге дайындалып, 27-сі күні біз посольствоға кіру керек болатынбыз. Жоқ, 29-сы күні. 29 февраль, 28 февраль күні біз посольствоға кіру керек болатынбыз. Содан 26-сы күні кешкісін жұмыстан шығып, пойызға отырып Астанаға бару керек болатынбыз. 26-сы күні жұмыстан кешке шығамыз, тез заттарымыздың барлығын дайындап қойғанбыз. Сонымен тез пойыз ЖД вокзалға барамыз. ЖД вокзалға барып іздеп, біз осындай пойызбен қазір Астанаға кету керекпіз деп не аламыз, көрсетеміз. Ол жақта қыздар мүлдем түсінбейді, қандай пойыз, нені айтып тұрсыз әпке деп. Сонымен справочныйға барып көрсетеміз, міне әпке, біздің пойыз осындай, электронный билетімізді. Біз осылай Каспийден алып қойғанбыз, осыдан 2-3 апта бұрын. Міне мынау біздің электронный пойыз билетіміз. Біз Астанаға дем арасында қазір бару, осы пойызге отырып Астанаға бару керекпіз деген сияқты айтып жатырмыз. Сөйтсек, біз пойызға билетті мүлдем дұрыс емес алған екенбіз. Стрелкасын ауыстырып, біздің пойызымыз Астанадан шыққан екен, ал біз Таразда тұрмыз. Ол пойыз енді Астанадан шығып жатыр екен. Наоборот алған екенбіз. Астанадан шығатын пойыз Таразға келе жатыр. Бізге наоборот Тараздан Астанаға бару керек. Содан тез возврат жасатамыз деп оған беріп қойдық, возвратный деп. Бірақ ол 3-4 күнде, бір аптаның ішінде ақшасы түседі дегендіктен бізге енді ертесіне уже визовый агенттікпен кездесу керек болатынбыз. Посольствоға дайындалуға уақытымыз жоқ. Содан Каспий Тревелдан Астанаға билетті іздейміз. Билет бар. Соңғы 4 билет па сондай қалған. Таң азанда сағат 6-да ұшсаң, сағат 6-да ұшсаң, 8-де уже сол Астанада болатын. Соңғы 4 билет қалып тұр. Сонымен тездетіп сол Астанаға билетті Каспий рассрочкамен алған болатынбыз. Даже сондай билет алатында ақшамыз болған жоқ ол кезде. Сонымен тез солай самолетқа қымбат билетті алған болатынбыз 2 адамға. Сонымен Астанаға барамыз, аман-есен жетеміз. 1 сағаттың ішінде, 1,5 сағат па ұшып бардық, аман-есен жеттік. Достарымыздың үйіне бардық. Содан кейін сол күні бағанағы визовый агенттікке барып, кішкене дайындалдық, анкетамызбен дайындалдық. Посольствоның алдында қалай сөйлеу керекпіз, не сөйлеу керекпіз, қалай жеткізу керекпіз деген сияқты соның барлығына психологически, морально, бізді эмоционально барлық жағынан дайындады. Осылай айтасыз, ешқандай саспай, барлығы негізі адамның өзінің қолында. Ештеңкені саспай, ештеңкеден қорықпай, асықпай, тура агентство қалай дайындайды, солай прям психологически өзіңізді былай предпоносить етсеңіз, тура солай болады. Ал егерде сіз сасып, қорқып, бір қобалжып, сондай неңізді көрсетсеңіз, то олар да психолог, олар да барлығын түсініп, уже сізге визаңызға сразу отказ деп басып береді. Сонымен консульствоға баратын күн, бір күн дайындалдық, ертесіне уже консульствоға баратын күн. Таң азанмен сағат 8-де ең бірінші болып кіреміз біз. Содан сағат 7-де уже біз 7:30-да сол консульствоның алдында болдық. Сағат 8-де уже барлығын бір-бірден кіргізіп бастады. Біз бардық, бүкіл заттарымызды өткіздік, өткізетін жерге тек қана өзіміз ғана кірдік. Енді кіріп, ең бірінші окошкадан бізде анкетамызды, сондай нелерін барлығын сұрайды. Сөйтіп біз паспортымызды
көрсеткен кезде олар менің паспортым, менің данныйларым, анкетам барлығы загрузилась, барлығы дұрыс, бірақ сіздің жолдасыңыздікі жоқ дейді. Жолдасыңыз қашан тапсырды анкетаны дейді. Біз айтып жатырмыз, біз кеше тапсырғанбыз деп. Сөйтсем жолдасыңыздың анкетасы әлі не загрузилась, кішкене күте тұрыңыздар. Если 15 минутта загружение болмаса, онда ертесіне кіресіздер деп. Сонымен кішкене күте тұрдық, ішінде мынандай бөлек жерде тұрдық. Басқа адамдардың өтіп, мындай барлық 4-5 окошка ашық тұрады. Бірінші окошкаға анкетасын тапсырып, екінші окошкаға мынандай пальчиктарын тапсырып, үшінші окошкада тағы да бір нәрсесі бар. Солай ар жағында уже екі визовый агенттікке кіріп, одобренияларын алғандарды да көрдік, алмай паспорттарын алып шығып атқандарды да көрдік. Егер де сізге визовый консулдар сізге паспортыңызды қайтарып берсе, значит сіз отказ алған боласыз. Ал егер де одобрение алсаңыз, сізге мынандай бір қағаз береді. Сондайларды көріп тұрдық. 15 минутымыз өтті, қайттан бардық бағанаға окошкаға. Сөйтіп қайттан барсақ, қайттан барып тексеріп, біздің анкетамыз не загружены екенін тағы да айтады бізге. Содан кейін барып уже мынандай вариантты ұсынды. Давайте сіз өте беріңіз дейді маған, барып тапсыра беріңіз. Жолдасыңыз болса ертең келіп тапсырады деген сияқты. Сонымен жоқ, біз тапсыратын болсақ бірге тапсырамыз деп, мейлі онда ертең келеміз деп бізге қолымызға қағаз жазып берді. Ертең ешқандай очередьсіз, несіз, таң азанмен тура осындай уақытта келесіздер, сіздерді спокойно қайттан өткіземіз деп. Сонымен шықтық, сонымен түнімен ұйқы жоқ, уайымдап, бұл не болды екен, қайттан қырсық шалып, қайтадан осындай болмай жатыр ма бізде, қайтадан естіп Англиямен, Чехиямен, Англиямен, Кореямен болған сияқты жағдай болып, қайттан болмай жатыр ма, болмайды ма екен деген сияқты қорқыныштар болды, уайым болды. Содан ертесіне таң азанмен тура сондай уақытта бардық, бірақ алдындағы бірінші күндей ондай қобалжу деген жоқ, уже барлығын үйреніп алғанбыз, мына жаққа заттарымызды өткізіп, мына жаққа өзіміз өтіп деген сияқты, өзіміз спокойно өтіп, бағанағы анкетаны өткізетін жерге барсақ, уже анкетамыздың бәрі загружены, барлығы дұрыс, пальчиктерді өткіздік, ар жағынан тағы да не қылдық. Сонымен консулға кірген кезде консулдың 3-4 сұрағына жауап беріп, ваша виза одобрена деп бізге қағаз берді. Сонымен қуанышымызда шек жоқ, бірақ онда прям қатты қуанғанымызды көрсетуге болмайды. Сонымен қуанып шығып, заттарымыздың барлығын алып, сондай бір күшті эмоцияда шыққан кезіміз. Дала суық, Астананың суығын білесіздер. Сонда біз 28 февраль емес, 1 мартта ең бірінші весенняя виза деп өздері де солай айтқан болатын. Ең бірінші весенняя виза сіздер деп. Солай біздің визамыз 1 мартта алынған болатын. Астана 1 мартта өте суық, қатып қалдық, бірақ ондай суығына, ештеңкесіне қараған жоқпыз, өйткені ішіміздің барлығында эмоция, прям қуанып жатырмыз. Оны енді прям даже шығып бара жатқан кезде охранасының өзі бізге заттарымызды алып беріп жатқан кезде де уже қуанып тұрғанымызды біліп тұр. Мы нашу визу одобрили, осылай деп айтып жатсақ, да, по вам видно, прям жүздеріңізден уже көрініп тұр сіздердікі одобрение екені деп. Сөйтіп сыртқа шығып жатсақ, сыртта ұзақ очередь тұр. Сөйтіп барлығына сәттілік тілеп, барлығына біздікі одобрение деп. Олардың ешқайсысын біз танымаймыз, бірақ солармен сөйтіп кеткен кезіміз болды. Сөйтіп Астананың суығына қарамай қалай жаяу кете бергенімізді өзіміз де түсінбедік. Әйтеуір тіке кетіп бара жатырмыз, қайға кетіп бара жатқанымызды да білмейміз, бірақ ішіміздегі эмоция, көздің жасы деген енді тоқтамай ағып жатыр. Бүкіл жасаған макияж, прическа оның барлығы түсіп кеткен. Сонымен мәз болып сөйтіп кеткен кезіміз болды. Сонымен достарымыздың үйіне барып, дем арасы қайттан Таразға билетті сразу Каспиймен алып, 2 сағаттың ішінде бардық, киімдерімізді алып, 2 сағатқа бұрын қайттан аэропортқа барып, солай Таразға ұшып келген кезіміз болды. Міне дәл осылай біз визаны алдық. Туристік визаны жолдасым екеумізге 10 жылға берді. 2023 жылдан 2033 жылға дейін. Енді мен айтатыным, жастар болсын, негізі осы Америкаға
келгісі келетін адамдарға туристік виза жасатыңыздар. Туристік виза ол өте оңай, қазір барлығы қолжетімді. Бұрынғыдай сол 2018 жылы біз тапсыратын кезде бізден 2 миллион алған болатын. Негізі ол одобренияға ешкім 100% кепіл бере алмайды сізге, бірақ барлығы өзіңіздің қолыңызда. Қалай алып шығасыз, қалай консулмен сөйлесесіз, қалай контактіде боласыз деген сияқты. Внешний видіңіз, прическаңыз, макияжыңыз деген сияқты. Оның барлығы, каждый мелочь, оның барлығы роль ойнайды негізі. Ондайға ештеңеге қарамайды, америкалықтар ондай киімге қарамайды дегеннің барлығы ол сияқтағы америкалықтар киімге қарамайды, бірақ ол консулдар уже біздің Қазақстанда тұрып атқанына пәленбай жыл болған. Олар уже қазақтардың қандай екенін біледі, біздің менталитетті біледі. Сондықтан басыңыздың, шашыңыздың ұшынан аяғыңыздың тырнағына дейін прям 100% болып бару керек. Одан кейін барлығы өзіңізге байланысты, психологически қалай алып шығасыз деген сияқты. И жақсы агентствоны табу керек. Агентство қалай сіздің анкетаңызды грамотно толтырып береді, барлығы соған да байланысты. Сол үшін осылай туристік визаны жасата алмаймын. Көп адамдар қазір Мексикамен, жан-жақпен бара жатады ғой. Ол өте дұрыс емес. Мен сіздерге айтатыным, өйстіп туристический виза жасатыңыздар, көріңіздер. Мүмкін бақтарыңыз жанып қалады. Мүмкін шынымен де өйстіп турист болып барып, ары қарай статусыңызды өзгертіп, ары қарай басқаша бағытта кетесіз ба деген сияқты. Бірақ обязательно туристік визаға тапсырып көріңіздер. Туристік визаға тапсыра алмаймын дегендей болса, онда студенттік визаға тапсырып көріңіздер. Тілді білетін болсаңыз, осы жақта оқимын дейтін болсаңыз, онда студенттік визаға тапсырып көріңіз. Ол да өте күшті вариант. Бірақ Мексикамен, басқа қара жолдармен мен сіздерге ондайды мүлдем совет бермеймін. Міне осылай қысқаша осы видео біздің қалай не үшін Америка деген қалай шықты, Америкаға визамызды қалай алғанымыз туралы осы қысқаша видео.